Ағауға. Кербұғы бүгін де су ішкен жоқ. Су ішкісі келген, екі езуін мұз моншақ жырымдаған таубұлағына ерні тисе болды. Өне бойы қалтырап, ет бетінен түсердей буын-буыны босаңсыған соң, амалсыз кейін шегінеді. Ындыны кебе 3 рет ұмтылды. 3 ретте осынау халге душар болып, тартынып кетті. Өзегін өкініш өрті жандырып тұрса да, дәт шіркіннің мынау буы бұрқырап сылқ-сылқ күле ағып жатқан аяқ астындағы суға жетпеуі қалай. Шын қартайғаны осы да. Жоқ, кәріліктің ауылы әлі алыс, Кербұғының базарлы өмірі алда, қазіргі әлсіреуі кәрілікке жеңдіргені емес, ұдайы 3 күн күйектен соңғы шаршауында, олай десек, былтыр неге шаршамады, алдыңғы жылы ғана бір үйірді 10 күнсіз шашау шығармай, жалғыз өзі жайғаушы еді. Биыл не көрінді бұған, әлде қыркүйектен бастап бақ ызғарын шашқан жат бауыр күздің сүйек сорар суығына бой алдырды ма? Бұл таудың көзін қойып, 6 ай сылап жатып алар аждаһа қысын шыбын қаққан құрлы көрмей өткеріп жіберер Кербұғы емес пе? Рас, биылғы күз ерте түсіп, сеңдей сірескен ал қара бұлттар мен күн жазғанды тұтқындағалы қашан. Ертеден қара кешке дейін сол тымаласарып кеткен кейіпсіз аспаннан бірсін-бірсін жаңбыр жауады да тұрады. Қылжырап мазаны алатын жыбыр-жыбыр тамшы елдің де, жердің де шамына тиер еді. Кейде өлдеп сұп-суық жел тұрса, әлгі жетім тамшыларды қиғаштатып, әлде қайда қаңғытып әкететін. Әбден көндімге көшкен орман өлдеген суық желге қосылып, ала жаздайғы көрген қызығын сағына ма, белгісіз бір мұңның, белгісіз бір үміттің, болымсыз бір арманның жүдеу жырын гүл-гүлейтін. Ал Кербұғы сол салдақы желге артын беріп, ұзақ, тым ұзақ шақыратын үйірді. Ағағағуға. Бұл бедеу үн баяғыдай дүниені дүр сілкіндірер зор болмағанымен, тегіндегі тегеурінді дауыстан қалған жұрнақ айқай екенін аңғартарлық. Бұрын мынау ен тірескен орман, анау қалғып шұлғыған қапсағай таулар мен қойнау-қойнауына қорқыныш паналатқан құзғаңғарлар Кербұғы үнін іліп алып, үздік-создық қайталап, көпке дейін жаңғыртып, даңғаза қуатпен алысқа жөңкіліп таратушы еді-ау. Нөсер суына тоғайған тоқ күлкі бұлақтан кейін шегінген хайуан біз үшін мәңгі жұмбақ түйсіктің түртпегі мен ышқына ауалаған, бірақ оның жарқ-жақтана шыққан әлсіз даусын еш пенде, еш жануар, еш тіршілік естімегені керең болып қалғаны себепті емес, Кербұғының кетеуі кете өлсірегеніне сайған. Баяғыда, бәрі де баяғының садағасы. Көзден де, көңілден де бұлбұлдай ұша берген қапысыз қайран жастығы тек ендігі сағыныштың сыңсып айтар жырына айналып, қос жанардан жас болып қана сорғалайтын. Әйтсе де Кербұғы өзін қартайдыға телгісі жоқ. Үйірдегі жас маралдардың ұятсыз қылығы мен биылғы күздің соншалықты сұрқайлығы қажытты деп білді. Бұлақтан оқыс шегініп, үйірін шақырған сымақ болды да, оның даусы күйекке түсер үннен гөрі жалғызсырағанда шығар жан айғайына ұқсап еді. Ілби басып тауға беттеді. Қырсыққанда тау да бұрынғына емес, заңғар тартып, өсіп ақ кеткен бе, желі бойы жүргізбей, кеңірдектен сығып алқындырады ғай. Кербұғы басын жерге салып, тағы аялдады. Кербұғының басын жерге салғаны тағдыр талқысы, алдында бір жола тізе бүгіп, тек қана аспандап, тек қана асқақтап жүретін тәкаппар кеуденің жер болғаны, кебік шашар тентек көңілдің кер болғаны. Ал жылдар бойы мүйізін берсе, сауырынан сипатпаған тұстағысының осыншалық жуасуы, қор болғаны еді. Бағанағыда ақтық рет айқасқа түскенде, аш бүйірден тиген тонналық соққы енді ғана ауырсынтып, шыбын жанын шырқыраттай. Әлде көз алдында ақырғы рет секіріп билеп кетіп бара жатқан жас марал қызды енді қайтып, түсінде қиялында болмаса көре алмайтыны, енді қайтып салмақпен жүріп, сабырмен еркелейтін маралғанаға наз қыпа алмайтыны, енді қайтып кере алмасы, ести алмасы кеп баянсыз жалғанның тұмбасына шымбатқан, тұманына шын адасқаны енді ғана есіне түскендей селк етіп, үн жырғасын көтерді де, тағы да бір рет жан дүниесін қақырата ышқынды. Кеше таң алагеуімінде Кербұғы әдетінше маралдарды алдына салып тауға беттей бергенінде, еліспей беріспейміз дегенде басқа бұғы бар үйірді шыр айнала қоршауға алып, жібермеп еді. Кербұғынікі жыл сайынғы жекпе-жекте жеңіске өзі жетіп, дәнігіп алған менмендік.
Күйектің алғашқы кезегі өзіне еңбексіз тимейтінін сезген соң, маралдарды бетімен жіберді де, танауын желдете көкке көтеріп, ауа деді. Осы үн шығуы мұң екен, бағанадан бері бастарма кекжеңдетіп, жер тарпып ойқастап жүрген тамам бұғы қаз қатар болып екіге жарылып тұрыса қалды. Қол мен қойға едай тізіліп, қарама-қарсы шеру құрған бұғылар ұлы саптының ең басындағы кербұғыдан ишара күткендей қасқая қарасыды. Барлығының жүрегі дүрс-дүрс соғады, барлығының көзі от болып жанады, барлығының танауы жыбырлап күйікпей алғашқы кезегінен дәметеді. Жырынды кербұғының бұрынғы сымысы басты маң қарсы алдында тұрған қапсағай бұғы тура қарай алмай елегізіп, тіпті бойын билеген жұқалаң қорқынышын да жасыра алған жоқ, қаққан қазықтай тізесіне аздап діріл сездірді. Бұл күй кербұғыда да барды. Дәл биылғы күйік тым қиын тиерін ертеден болжап білген, жылдар жылжып өткен сайын, өзінің де әл-қуаты боп саланып, кәрлік меңдей бастағанын сезетін. Сондағы ма, таңертең соқталы шайқасқа түспей-ақ, барлық табының өзімсіне ала жөнеліп еді, нәпсі сақал сыйлатпайды екен, жастау бұғылар өжіректеп бастырмады ғой. Сонсың өжелі намыс қамшылап, теке тіреске жетеледі. Кәрлік құрғырда ұят жоқ екен. Дәті алдындағы 12 салалы мүйізді сабалақ жүнді бұғыдан тайсақтады. Соңыра шын айқасқа түсіп, соңғы екі дәу жеке дара қалғандай болса қайтер еді. Кербұғы тағы да қарсыласына қарады. Бірақ екеуі де іштей сескеністерін бір-бірінен жасыра телмірісті де, оқыс шегініп, барып пәрменімен алға атылды. Сарт. Бұдан соң ілгерінді кейінді сарт сұрттан құлақ тұнарлық еді. Тең екіге бөлініп бет-бе-бет тұрған бұғылар бұрынды соңды болып көрмеген ұлы ұрысты бастап та жіберді. Шаңырақтана бастаған жасқылтым мүйіздер ауаны осқылап, қайыңның безіндей қатып семген маңдайлар соғылысқанда жарқ етіп от шыққандай болады. Өлім мен өмірдің екі арасындағы күйекке алғашқы болып түсу үшін жүріп жатқан майдан, саф ерліктің, шын еркектің асқаралы үлгісінде еді. Қолдан мүсіндегендей қайдиған бастар оқтай атылып түйіскенде, алтын кебісті бір-біріне ұрғандай әсем өрі аянышты. Алтай көзінің ертеңгілік қою тұманы арасында қараң-қараң жүріп жатқан жекпе-жек тура 3 сағатқа созылғанда бәсеңсіді де тұманмен қоса серпілді. Етегін сүйрете жынысқа сіңіп кеткен тұманнан арылған саржасыл алаңқайда тек кербұғы мен енді ғана мүктің иісі мұрнына келе бастаған жас бұғы қалып еді. Өзгесі жеңіліс тауып, тұман мен қоса орманға босып кетіскенді. Жекпе-жек. Кербұғы осы сұрапыл ерліктің үлгісі жекпе-жекке жаралғанын білетін. Бірақ мұндай текетірес сойқан тек бұғыларға ғана тән қасиет емес, аса ақылдымыз деп сезінетін адамдар арасында бағзыдан бақилыққа ұласар бітіспес тартыс барын түйсінген жоқ. Адамдар арасындағы жекпе-жек бұғылар арасындағы жекпе-жектен көрі қанқұйлы жексұрын тәртіппен өтерін, бұғыларша жылына жалқа рет сынасып, сонсың сыйласып тату тәтті ғұмыр кешпей бір қадалса қан алып қана тынарын және де ойлай алмайтын. Рас, кербұғы тұстағысын не себептен қоршауға ұстайтынын, адамдардың қол мүйізге құты қалғандай неге өшігетінін еміс-еміс қаперіне алып, осынау екі аяқтылардан жерініп те жүрді. Қайда жекпе-жек болса, сонда әділдік бар. Кербұғы көзі бұлдырағанда барып, шын шаршағанын білді. Осқырынып жер тарпыған жас бұғының айбаты кіресілі шығасылы есін қайта жиғызды. Ауыр соққылардан миы айналып кеткен бензин басын зорға көтеріп, көзін ашып еді. Қарсы алдында қасқая қарап тұрған жас бұғыны көрді. Ересен ер бітімін шиыршық атқызып, осқырына ежірейеді. Кербұғы мойын сіңірлерін сәл босатып жіберсе, зіл болып басқан алтын бас сылқ етіп қара жерге домалап түсердей еді. Дес берді де, намысқа тырысып қана тегіндегі атақ даңқын сақтай алды. Әйтсе де қарсыласынан өзінің келмеске кеткен жастығын көріп, екі шықшыты қаңқақсап, көзін қайта жұмды. Жер тарпып айбат шеккен оспадар үн шықпаса, осы қалпында шөке түсіп, өліп-ақ кеткіс бартын кербұғының әбден жеріне жете әлсірегенін сезе тұра, бүйірден бір нұқып құлатпай. Занды жекпе-жекке шақырып тұратын жас талапкердің ұятты қылығы жебеді ме, әлде ата-бабасынан бермен қарай түйіншек үзілісі жалғасқан өр кеуде жігер оты қайта тұтанып, тербаққан шаршасты түре қуып, жанын шабақтады ма, иіле берген басын қаздаңдатып аспандата көтеріп алды.
Сонсоң кіртиген көзін шатыната ашып күндесіне қарады. Сонда да жас бұғыдан мол кешірім тілегендей, жаутаңдаған көзі жасаурады. Ай, бір жолынды қисаң еді, сенен жеңілетінімді білемін, өмірің де әлі алда емес пе? Қимаған осы күйекті. Келер көзге кетермін, мүмкін жетпеспін. Жас бұғы көзі қанталай шегіншектеп, сүзісуге әзірленді. Ендігі сәтте кер бұғының алдында өзі іспетті мүйізді хайуан емес, қол арасын жалаңдатып, қауға сақал шал тұрғандай, ол шал сол арасымен қазір сай-сүйегін сырқыратып, 18 тармақты асыл мүйізін кесетіндей, мүйізден шапшыған қып-қызыл қанды қорп-қорп ұрттайтындай, сонсың сақалы қан-қан болып, бүйірге бір теуіп қоя беретін қатыгез пенде көлеңдеді. Жылдар бойына сірлене жиналған кегі мол кесепатты ашу, өмір бақида өшпейтін баянды өшпенділік лап етіп тұтанды да, өн бойын өртеп етті. Өн бойын өртеп қана өткен жоқ, өне бойын аязды темірмен қарып та өтті, оның тура алдында, құрық бойы жерде ғана ел болмайтын ежелгі жауы. Еңселі дұшпаны тұрғандай, өздері үшін қан кешуге түскен бұғыларға бірін өліп, бірін қал дегендей қаперсіз жайылып жүрген маралдарға жалт етіп оқты көзін ата қарады да, төкті жерді тұяғымен ұрып-ұрып жіберді, осқырды, шегінді, анау шақшиған екі көздің арасын тұспалдап найзағайдай атылды. Сар есін жиғанда, өзінің теңселіп құламай тұрғанын, ал жас бұғының қисалаң қағып әлде қайда ұзап бара жатқанын көрді. Сонда ғана көзден ыршып жас шығып, бар даусымен баяғыша, жас шағынша күйек шақырды. Бұл кер бұғының басқа бұғылардан бөлекше үнін баяндайтын ең ақырғы шақыруы еді. Осы бір уақиғаны еріксіз есіне алған кер бұғы ұмтылып барып қайыңның сарғая бастаған жапырағын үзіп алды да, талмап оразасын ашты. Тұман әлі сейілген жоқ. Сол тұманның арағарасын тесіп, жетім тамшылар әлі жауып тұр. Ауа аса сызды. Жер көк шылқыған су. Қайыңға жолап кетіп еді, одан да сау етіп су төгілді. Не нәрсеге сүйкенсең де жылай салады. Үйір өзіне тиген соң, мазанға жылыстап кеткен бе, жас бұғының күйекке түскен үні естілмейді. Мынау меңіреу орманда, тек кер бұғы ғана жапа шегіп қалғандай, ербең еткен тіршілік иесіз. Үйірден бәрібір айырылып қалған. Сарқынды қуатын жұмсап, елігіне алған маралдардың бабын табатын дәрмен жоқ та еді. Алжуға айналған кәрі бұғының жеңіске жеткені жас маралдардың қытығына тиді. Шыжбалақтап үйірді тастай қашып еді, кер бұғы мүйіздеп әкеліп қайта қосты. Әлгінде ине жұтқан иттей бұралаңдап кеткен жас бұғы тіпті өлермен-ақ екен, ілбіп үйірдің артынан ерді де жүрді. Кер бұғы тап берсе, зытады да, қайта ереді. Ал жас маралдардың бар ниеті соған ауған, үйір басының көзі тайса болды, шауып барып искелесе қалады. Әншейін сүйекке сіңді, әдетпен жекпе-жекке түсіп, ал құлымдап жеңіске жеткені болмаса кер бұғының күйік қайтарар тәбеті де, дәрмені де жоқтын. Кәрі көңіл жас есті көксеп, осы үйірдегі сүмбіле сұлу әрі ең қылықты тентек жас маралға айбарланып көп әуреленді. Күні бойғы шайқас буын-буынын сарсуландырып тізеден соққандай ұйытады. Заманында дөңгеленте иіріп, он шақтысына сарт-сұрт шауып шығатын есіл қуаты езіліп бақ қалған ау. Арбаңдап бекер сүйкенгенімен жас маралға үш ұмтылып секіре алмады, кеудесіне қазандай қара тас байлап қойғандай. Жас марал әбден ызаланды білең, көзі боталап, сонадай жерде саяқсып жүрген жас бұғыға жалбарынышпен қарады. Қай ербең етіп еркек болғаннан тек, өзін деп дүниені лас қылып өтер қанағатсыз сезім екі аяқты, жұмыр бас ендесіне ғана тән емес, табиғат иемнің төрт аяқты хайуанына да ортақ екен. Кер бұғы әліне, керлігіне қарамай сүленіп, көп жағаттады маралға. Күйі қызығына басы айналған жас марал қызуы мол құштарлық пен лақсаны қаншама иектеді. Әттең, кер бұғы өлердегі шаршаған екен. Еркекіректікке басып қайқақтағаны болмаса, ындыны жібіп жартпаған. Әукесін көтере алмайтын неменің қытығын келтіріп, осыншама сарсаңға салуы сонандай жерде қыдиып аңдып тұрған жас бұғының да шамына тисе керек. Маралға ұмтыла бере, қос тізерле құлаған кер бұғыға барыстай атылды, өле алмай жүріп, өлерменін кері иттің.
Зуылдап кеп бүйірден ыңқ еткізіп сүзгенде, 10 жылдай тұғырдан таймай келген көсем тыраң етіп, қайтып тұрмастай сұлап түсті. Билеп кеп тұмсығынан жалап-жалап алған жас маралға көзді ашып жұмғанша шапшыды да, ендігі сәтте бар ерді алдына салып айдап, қыр аса жөнелді. Әпігін ортекедей ойнақтап тұрған жасқа емес, сыр мінез, бабын білетін ана маралдарға басып алса да болушы еді. Ол жыған көк өрімге ынтызар қызылшыл кері көңіл ақыр аяғы өзін мерт етерін білді ме, білсе шамасына қарай шаппай несі бар еді, қайра. Қарттық ай, жас иістің базары бір күндік, азары мың күндік екенін бағамдамайсыңдар ау. Кербұғы туралап ұзақ жатты. Алғашында ет қызуымен байқамаған ба, жүре келе шиққарны удай ашып, ілгері басқан аяғы кері кетті. Ол тіпті бассыз, тек денемен келе жатқандай сезінді өзін. Жас бұғы мұртай ұшырған жерден сүйретіле тұрып, қалың орманның ішіне ыңжыңсыз кірді де, таң атқанша тұрып етпей жатты. Таң сібірлей ғана ілбіп бұлаққа барған. Үш еңкейіп су іше алмауы осы себептітін. Ол тағы да тауға тырмысты. Әлгі бір мезеттегі қайынның өрсіз жапырағы тандайына жабысып қалғандай қырнады. Неше күннен бермен көйлек бабына түсіп, қабысып қалған екі бүйірі бұраудай болып баяу ғана солықтайды. Жетіле бастаған екі мүйіздің түбі сыздағандай болады. Оз мүйізі өзіне сор әкелген бұғы тауы шағылып, тас бауыр өлемнен ат құйрығын кессе түмілді де. Енді қалған қарға адым су ішкілігін өңкей өткенін ойлаумен өткізуге бел байлады білем, үлкенірек бай самырсынды паналай қайта жатты бұйығып. Тымтырыс жатып құлаққа ұрған танадай салқын тыныштықтан жас шағының айқай-сүренің тыңдағысы бар. Осы кезде алып таудың арғы қапталынан өзін мертіктіріп кеткен жас бұғының қызықшыл рақатты әні естілді. Баяғыда бұл да көріп бұғының шекесін қақайырып, үйірді өзі иемденгенде, дәл осылайша шаттыққа, шабытқа толы жеңімпаз әнін шырқап еді ай. Дүние кезек екен, дүние кезек екен. Мүмкін, ол кербұғының өз кіндігінен туған төлі шығар. Бірақ оның мүйізі 18 салалы емес, 15 үшеуі кем. Мүмкін, 18 салалы оқыстан жаралар асыл хайуанның ең ақыры өзі де. Мүмкін, анау таутасты азан-қазан ауаға бөлеп жүрген жас перден туған қозықаның мүйізі 13, одан кейінгінікі 11, сосын 8. Сөйтіп мүйізсіз тоқал қалар. Бәрі мүмкін. Жас бұғы өзіне өмір бақи бітпес 18 салалы қасиетті мүйізінде сыйламай маралдарды тартып алды ау. Марал жүзі қараларда ес бар ма? Кім женсе, кімнің атақ даңқы асса, соның соңына ереді. Ия, маралдарда еш жоқ, өйткені оларда мүйіз жоқ, тоқал. Қозықа, маралдан туған жас төлді қозықа деп атайды. Кербұғыны да енесі ел жұрт, жан-жануарлардан ала қашып, қалың қарағанның арасына апарып дүниеге шығарған. Еш тіршілік иесіне көрсетпей аяқтандырған соң ғана ертіп үйірге қосқан. Содан бері қаншама қызық көрді, қаншама запа шекті. Кербұғының ең алғаш керген азабы өсте есінен кетпек емес. Таудың жықпыл-жықпылында жайылып жүрген бұғылардың түстісінен қиқу қаптады да, ағаш-ағаштың арасынан бір-бір құрық ұстаған салдатты адамдар қаптады дерсің. Қапелімде не болғанын білмей сілейген кербұғы басын оқыс көтергенде, мейіздей қатқан қара қасқа атты үсті-үстіне сабалап, құстай ұшып келе жатқан қауға сақалдыны көрді. Екі көзі ақықтай сүзіліп, тісі ақсия ұмтылған адамның қолындағы құрығы еш жиғызбай, нақ мүйізден салып өтті. Соң ғана тамам бұғылардың ойға қарай жосылғанын көріп бірқақ атылып, құрықты қолдан сатылып шыға берген. Бұдан соң тұяғын томарға ілдірместен зузу шапқылайтын атты адамдар жан-жақтан, ойдан-қырдан қаумалап әкеліп үлкен қораға күргеледі. Бұдан әрі тықсырып келесі қораға өткізіп жіберді. Қорадан қораға өткен сайын, өріс, мұндай теперішті бұрынды соңды көрмеген кербұғы арпалысып, шығар саңылау іздеп еді. Өзі ғана сияр қақпаға сып етіп ене бере, әлдекім сарт еткізіп тиегін сала қойды. Соң кербұғының бөксесінен ұзын таяқпен түртпектеп әлгі ені тар шарбақтың өн бойын қуалата жүргізіп әкеліп, тақтайшаның үстіне шығарды да артынан тағы да көлденең тиек салды.
Енді ол өзі ғана ендейтін тар үйшіктің ішінде тыпырлап тұрды. Қалай келгенін, неге келгенін білмейді. Жан ұшырды, торға қамалды. Жүрегі зырқ ете қалғанда, бұны сылқ өткізіп төмен зынданға түсіріп, екі шықшыттан әлде бір қысқаш қысты. Екі шықшыттан қысқанда, көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар аспан айналып жерге түскендей болды. Өзін қаумалаған адам, анау орман, таутастың бәрі төбесінен тік шаншылды. Оның жанары жаутаңдаған көзінде бүкіл әлем көріністеніп, сол әлемнің ендігі қожасы қатыгез адамда қол арасын сайлап әзір жүрді. Ал сол адамның қомағай қарашығында, мүйізден айырылып пұшайман болар жасбығы да тулап, тұтқында тұрған екен. Ер тістер түкті мүйіздің түбін ала ілгері-кейін ырып-дырып болғанда, кербұғының миын мың-миллион құмырсқа талапайлап жеп, маржандай тізілген тістері сырқырайды ғай. Әлгінде ғана мейірім тілеп жаудыраған қара көз әпсәтте қанталап, ақиып шығып кетті. Еркіндіктің ерке желімен жарысып, ой мен қырдың аражігін ажыраттай, бұла боп өскен бұғы дәл қазір өмірдегі жамандық пен жақсылықтың уланған бастауынан дәм татты. Дәм татқызған адам тағдырдың бар талқысын жазмыштан ғана көретін аңқау көңіл, ақымақ хайуан бар билік, бар байлық, бар еркіндік тек адамдарда деп білді. Рас, кербұғы екі аяқтыларды шексіз сүйетін, бірақ кейде өз махаббатынан өзі шошынушы еді. Бақса пенде дегеннің қатыгез әрі ашқарақ, қанағатсыз екен ау. Жек көрудің ең сұмдығын адамдардың өздері туғызады. Кербұғының қазіргі халі жас баланың майекшесіне шеге қағып тағалағандай аса аянышты. Кербұғы тоқал болып жаралмағанына екінді. Қиянат. Не нәрсе сұлу болса отап тастауға, не нәрсе биік болса құлатып тастауға, не нәрсе аппақ болса қаралап тастауға, не нәрсе саусаламат болса жаралап тастауға, не нәрсе адал болса арамдап тастауға әуес жұмыр басты пенденің өз оңбағандықтарынан ақталар, ақиқаты әрқашанда дайын, жақсылық туғызбайтын бірде-бір жамандық жоқ. Кездейсоқ оқиға болмайды. Бұл дүниедегінің бәрі де не сынап байқау, немесе жаза, немесе мақтау, күн бұрын болжау. Ал кербұғының керген азабын немен иландырар екен? Иә, иландырар дәлел сұрамайтын сырты түк, іші тезек хайуан болған соң, өз тілектерінің құрбандығына салды да, дүниедегінің бәрі де қауіпті, бірақ бәрі де қасиетті, деп ақыл айтты. Кербұғы құрсаудап босап атыла жөнелгенде, мүйізін шайқамаққа басын ырғап-ырғап жіберіп еді. Тоқал басы қаңсып қалған екен. Жан жұқ пылындағы бағанадан бері жанартау болып жиналған ашуы бұрқ етіп қопарылғанда. Алдындағы ағашта келденеңдей байлаулы тұрған қара қасқа аттың үстінен бірдақ секіріп басы ауған жаққа лаға жөнелді. Бүкіл адам атаулыдан безіне толассыз ұзақ жүгірді. Осы екпінімен лекітіп етпетігеті құлағанша безе беруге бел байлаған, бірақ кеп ұзамай тұмсығы даңғарадай қорғанға тірелді. Сол жуан-жуан сырғауылдан қиып жасалған сатының бойын қуалап тағы да жүгірді. Таусылар емес, бүкіл тауды айналып бағанағы орнына қайтып оралғанда ғана өздерінің қоршауда жүретінін сезді. Сөйтсе бұлар қоршаудың ішінде от-оттап, қоршаудың ішінде су ішеді екен. Сонсоң жадыраған жаз таусылып, қылышын сүйретіп қыс келгенде адағайлатып қуып әкеліп, және бір тарлау қораға қамайтын. Қыстыгүні сол қораны қақ жарып ағып жататын бұлақтан су ішетін, алдарына шашылып тастаған сасықтау сүрлемді еріксіз жейтін. Көктемде қорадан құтылып, шын еркіндікке енді ғана жете бергенде, міне тағы да қораға айдап тығып, мүйіздерін сыпырып алады. Бұғылар үшін шын еркіндік мәңгі бақида жоқ екен. Самырсынның түбінде бұйығып жатқан кербұғы алғаш рет мүйізін кескенде, осылайша еркіндікті аңсап едік ау. Содан бері қаншама жаз, қаншама қыс өтіп, соншама рет мүйізінен айырылды. Ең қызығы сол күннен бастап мұның мүйізін көрген ел қанды көрген қарғадай қарқылдап, бәрінен бұрын станокқа салатын. Жазған табиғат сыйға тартқан 18 саланың тым құрғанда бір рет уағы келіп, мезгілінде өзінен өзі түскен жоқ. Иә, 18 сала тек кербұғының маңдайына ғана дарған бағы мен соры. Иттен қадірсіз боп көп жатты. Іздеп ешкім келмеді. Маусымның дәл ортасында арадай анталайтын адамдар да, күйек басталса,
алды-артын орай ырбаң қағатын маралдар да кеше ғана алып таудың қасат қарын бұған бұздырып, өздері соңынан еретін дос-жаран бұғылар да зіңзие, қолдан қуат, бойдан дәрмен кетіп, бақ тайған соң жалт берісті. Бәрі де опасыз жалған тірлік екен-ау. Кеше ғана хан көтеріп жүрген ардақ аға майып болып қалғанда, қол ұшын берген ешкім жоқ. Ең аянышты өлім, есіл ердің елеусіз, бодаусыз жападан жалғыз өлуі де. Қайран елі, қасиетті жұрты қайда? Шынымен ақ мойнын бұрмастан, күйік қызығын қуып кетті ме? Кербұғы қадірі қашқанын білді. Әсіресе маралдарға өкпелі. Асыл дәуреннің асып-тасып тұрған шағында маралдар мұны құдайдай көретін. Күйік басталса, өзгеше бір жұмсақ назбен еркелеп, қанаттыға қақтырып, тұмсықтыға шоқыттырмайтынды. Егер бұта қараған сыбдыр етіп, нендей қауіп төнген сәт болса, тамам марал шыр көбелек шеңбер құрып, кербұғыны ортаға алатынды. Ал тар жол, тайғақ кешулерде не алға, не артқа салмай, үнемі қауіпсіз орталарда ұстайтын. Шөптің де, судың да ең сонысына, ең мөлдіріне бастап апарар еді. Қарайғанның бәрінен қызғанысып, қызғыштай қорып жүрген ер бұғы бүгінде қор болып жатқанда, қолтығынан демер кімі бар. Бәрі де алдамшы, қолда бар болғанда ғана, қоқандап өтер бейбаян, бейберекет тірлік екен. Неге болмасын зауықсыз кербұғының даңғырап бос қалған кеудесіне бірсін-бірсін запыран толды. Бір жұтым суға зәру, кепкен өңеш қырнап жөткірінді ай. Зілде басқан қорғасын тұман сейіліп, ағаш-ағаштың арасынан күн нұры сығалады. Сонау етекте бұрқырай аққан өзеннің гүрілі естіледі. Тау басына тіршілік ұялатқан күн жарықтық жаралы бұғының халін сұрады. Онысына да шүкіршілік, табиғат ем ғана өз жаратушысын ұмытпайды екен. Кербұғы самырсынның астынан шығып, зеңген маңдайын шуаққа төседі. Сонсоң аса қинала ышқынып еді. Дауысы қырылдап, өзгеше қорқынышты, әрі келте қайрылды. Өзімен бірге үні де өше бастапты. А. Өзімен қоса үні де келмеске кете бастаған кербұғы сонау сары жағал таудың ар жағындағы үшпа басы аппақ қар теңдеп, мұнартқан шоқыға қарады. Сол шоқы мұның қозықа шағында тым биік болып елестесе, есейе келе аласарып кеткенде еді. Енді, міне, тағы да заңғар тартып аспандап тұр. Сол аппақ шоқы кербұғының ақ шағыл арманы сияқтанатын, сағынатын, көксейтін, үміттенетін, әйтеуір, түбінде бір тұяғы ілінетініне сенетін. Кейін қыстау мезеттерде көзін жұмса болды. Көкше мұнардың арасынан ақ сеңгір арман тауы, ақ шоқы елес беріп, жүр-жүрмен азғырғандай тым алысқа ауалап шақыратын. Кейде сол ақ сеңгір елесі сұр қасқырға, немесе қауға сақал маралшыға айналатып да, кербұғы селт етіп шошынып, қайта көзін жұмбас еді. Ал кербұғы заузатының о бастағы мекені Ақшоқының етегінде екенін білмеуші еді. Ия, ата-баба бұғылар бұдан 1000 жыл бұрын сол таудың етегін жайлап, ай дейтін әжесіз, емін-еркін ғұмыр кешсе керек. Емін-еркін уаз кешкен бұғы маралдар құрықты қолды білмей, табиғат сыйға тартқан жас құрақ, жасыл жайлау төсінде шөптің сонысын, судың тазасын таңдап, бір қиырдан бір қиырға, көңіл шіркін қалаған жаққа жосып, мамырдың барқыт түніне оранып, қаперсіз жусайтын. Кейде толған айдың жақұт нұрына еркелей жусап жатқан 1000 миллион тұстағысы жер қайысқан қалың қолды елестетер, сон-сон таң сарғая, тау жазирасын қақжарып, жұбын жазбастан өрер. Өре түрегеліп, өре жөнелген алтай еркелері ағаш-ағаштың шоқы-шоқының басында байланып тұрған ақша бұлттарға сіңіп, мәңгілік көзден ғайып болардай еді. Кейін бұғылар атамекенін ауыстырды. Сонда ғана олар атамекендерімен қоса туасы еркіндіктерінен де бір жола айырылғанын білген. Төкті мүйіздің түбіне сусылдап қол ара тигенде, сол ең асылы, ең қимасы, шын еркіндіктерінде әлдекімдер кесіп алғанын, бақилыққа кесіп алғанын, енді қайтып бермейтінін сезіскен. Ия, бұғыларды байырғы жұрт туған жерінен айырып, мынау аядай өңірге алып келген адамдар бұл елдің етене түлігі, жылқылардың обалына қалған. Ақпатшаның атына арыз жазып, бар жайылымды кесіп алды да, жылқы баққан жандарды қутақыр сарғайған сары далаға қуды. Өз мекен жайынан бездірген, өзінің кіндік кескен жері жарылқамады.
бұғы тұқымы сол жылдардан бермен сарқылып ақ келеді. Кербұғы бойына қайтадан қан жүгіргендей болған соң, бір басып, екі басып қоршауға беттеді. Әбден суға тиіп, борсыңқырап тұрған ағаш саты боз қалпында салқын сазарады. Былтыр да сол, биыл да сол, келер жылы да сол. Кербұғы тұмсығын жасқана созып, танауын екеді. Мұрнына күлімсіген өлексі иіс келді. Пысқырып басын шайқады. Сонсоң шегініп кейінірек тұрды. Тағы да Ақшоқыға қарап еді, көшкен мұнардың арасынан ақшағала армаңдай ағараңдайды. Сол жатқан жанды жәннат етер саумал-самал есіп, қуатқа қуат, жігерге жігер үстегендей болады. Сол жақтан Кербұғының мұқым ата бабасын ауалап шақырып, сойқан ерлік, еңкеймес еңселі тәкаппарлыққа, кездің жауын алар сұлулыққа еліктіргендей болады. Сол жақта, тек сол Ақшоқының етегінде еркінде елегізусіз тотай өмір барға ұқсайды. Әттең, мынау елексе иіс аңқыған қорған болмаса, Кербұғы баяғыдағы Ақшоқыға қашып барып, аппақ қарды қаба асап, күтір-күтір шайнар еді. Сонсоң ішін ертеген бар қайғысын, бар екінші арманын, жалпы адам атаулыға, тек солар ғана керегіне жаратар от пен оққа деген ашырзасын ағыл-тегіл ақтарар. Айналайын табиғат, айналайын еркіндік, айналайын сұлулық, деп ұзақ айқайлап тұрып зар еңіреп жылар, сонан айға шапшып барып шалқасынан құлап өлер. Бірақ өлгеніне өкінбес. Сатының ар жағында мұз құрсанып, оқшау тұрған Ақшоқы жаралы бұғының көзінен бұлың-бұлың бұлдырап алыстағандай. Кербұғы қанси бастаған кеудесін қай айра шақырмаққа аузын ашты. Бәрі бір баяғыдағы сырнай үні тарғылданып шықты. Тау жаңғырыққан жоқ, мелшеп әр тасы көк беттеніп дүмбіле жатыр. Күн қыза бастады. Кеш жасындай мөлдіреп жатқан кеген-кеш шық күзгі жапырақтан сусып түсіп, тойымсыз жерге сіңіп жоқ болады. Биіктен, тым-тым биіктен қайтқан құстың қош-қош сұңқыны алыстан, тым-тым алыстан жас бұғының күйік шақыруы. Сай жақтан қос ауыз мылтықтың барқ-барқ етіп өлім бүркіген даусы естіледі, шағылысады, туады, өлтіреді, осылайша өмір жалғасады. Өмір отын өшірмей үрлеп, көрігін басып тұрған құдіретті күшті адамдар, әне, гүр-гүр вертолетке мініп ұшып барады. Осының бәрінен түңіліп, жерген Кербұғы жаратылыстың бар қызығын, өз кәрілігіне қысастанған қырсық мінезінің алай-дүлей күлді көмеш мүшкіл күйіне айырбастап жіберді. Ол төрткүл дүниені де, тамырлай соққан тіршілікті де өлердей жек көрді. Жас шағында ессіз жақсы көргенін ұмытты, мәңгіге ұмытты білім, оқыс тәуекелге бел буды. Бұл дүниемен қоштасар ақырғы сәтінде, мұңзармен уланған денесін қоршаудың арғы жағында қалдыруға, еркіндік деген ұстатпас сағымды алғашта ақырғы рет көріп, бұдан соң бақытты сапарға. Шексіз еркіндік, өлімге адал ниет, абзал жүрекпен аттануға ұлы дайындық жасады. Делсал тұла бойын шершік атқыза қатайтып, буын-буынын бекітті. Осы жасына дейін батылы бармаған асқаралы ерлік жолына жаралы жанын, қаралы жанын садақаламақ. Ер боп туған жазған ер боп өлмек. Сөйтіп, иісі бұғылардың қасиетті дәстүрі шырқау биікке өр серпіп өлер ақ көбік асаулық кемерлі менмендік. Ақыбдан назар кемеңгерліктің ақтық үлгісін керсетіп барып, батыптық пен тентектікке құмар, ежет жүрегін азаламақ, жерлемек. Сөйтіп, барлығынан, қанағаты жоқ аш көз адамдардың тепкісінен, жас маралдың ермегі мен жас бұғының мазағынан, еңсегей бойды кеміре бастаған кәріліктен, еңку жылдар бойына өзінің маңдайына табиғат жазған ерке еркіндігін қамап келген ағаш сатыдан азаттанбақ. Кербұғы көзінен от шашып, шегіншектеп бар қуатымен алға атылды. Жаңбырдың суына иек қанып бұлпылдаған жерге артқы қос тұяқтың ізін оя тастады да, зу етіп, биік қорғаннан асып-ақ түсті. Он мен түстің арасында, еш жей алмай, біраз сілейіп тұрып, өз ерлігіне өзі қайран қалғандай секіріп билеп, Ақшоқыға қарай артыпа қайтып қайрылмастан тарта жөнелді. Артына қараса, енді ғана тұяғы тиген еркіндікшен айырылып қалардай қауіпті халде кетті. Ақшағыл арман Ақшоқыға амансау жетті де,
Қарсы алдында тұрған діңгекті иіскеп, жүгіре-жүгіре деміккен танауын қасыды. Бұдан соң көзіне жас алып тұрып, баяғыша жас шағындағыдай арқырап, таза әрі зор дауыспен күйік шақырды. А-а-у, а-а-у. Бұл үнді күлді тау әулеті үзіп сөздік ұзақ қақпақылдады, қайталады ау. Осы сәтте бүкіл өмір ауа секілді еді бұғы үшін. Бірақ олай емес екен, жаңадан ғана жетіліп, үлпілдеп тұрған қос мүйіздің түбінен қос оқ сақ етіп тиді де, кер бұғы омақаса құлады. Қайтып тұяқ серіпкен жоқ. Адал да арам өлімге бойұсынып, бостандықты енді ғана сезінген қайран дене суыды, мәңгіге суыды да, шын еркіндікке сапар шекті. Оқ екі жақтан келді. Бірақ екі жақтан да ешкім жоламаған. Оқ иелерінің кімдер екені де белгісіз. Кер бұғы сол көк ала діңгектің түбінде дүбәрі алаңда қалды. Ағаш қоршаудың ішінен жас бұғының рақатқа батқан ессіз үні естіледі. А-а-у, а-а-у. Біреулер айтады, еркіндігін аңсаған кер бұғы тіпті де өлген жоқ. Біреулер айтады, еркіндік алған бұғылар тек қана о дүниеде.